саламатсыздар ма білім алушылар? Академик Қуатбеков атындағы Халықтар достық университеті педагогика және психология кафедрасының PhD аға оқытушысы Мырзабеков Ержан Есілбекович. Бүгінгі психология пәнінен 10-шы дәрісіміз қарым-қатынастың перспективті жағы. Жоспар: қарым-қатынастың перспективті механизмдері. 2. Тұлға аралық өзара әрекеттесу кеңістігі. Мен және басқалар. Қарым-қатынастың перспективті механизмдері. Перцепция дегеніміз, перцепция адамның басқа адамдарды қабылдау, түсіну және бағалау процесі. Қарым-қатынастың перцептивті жағы адамдардың бір-бірін қалай қабылдайтынына және сол қабылдаудың өзара әрекетке қалай әсер ететініне байланысты. Перцептивті механизмдер: идентификация, өзгенің орнына және өзін қойып көру, яғни мен сол адам болсам не істер едім деп ойлау. Эмпатия, басқа адамның сезімін түсініп, соған іштей ортақтасу. Рефлексия, өзіңді басқа адамның көзімен көру қабілеті. Куалезді атрибуция, адамның мінез құлқын белгілі бір себептермен түсіндіру. Мысалы, ол мен елемді, өйткені ренжіді. Стереотипизация, белгілі бір топқа қатысты жалпылама пікірлер арқылы адамды бағалау. Мысалы, мұғалімдер бәрі қатал. Маңызы: бұл механизмдер тұлға аралық түсінік пен өзара сенімділікке негіз болады. Қате қабылдау, қақтығыстар мен түсінбеушіліктердің жиі себебі. Тұлға аралық өзара әрекеттесу кеңістігі. Өзара әрекеттесу кеңістігі дегеніміз, бұл адамдар арасындағы физикалық, психологиялық және әлеуметтік арақашықтық. Яғни біз қалай сөйлейміз, қандай интонациямен, қандай қашықтықта, бәрі қатынастың сапасын әсер етеді. Тұлға аралық қашықтық түрлерін Холл бойынша ол интимді қашықтық 0-ден 45 сантиметрдің жақын адамдар арасында. Екінші, жеке қашықтық ол 45-120 сантиметр достар, әріптестер. Әлеуметтік қашықтық 1-2-3 метр ресми қатынастарда. Төртінші, қоғамдық қашықтық 3 метрден артық, дәріс, көпшілік алдында сөйлеу. Өзара әрекеттесу факторы: көзқарас пен тіл, дене тілі, дауыс ырғағы, эмоциялық байланыс, әлеуметтік рөл және мәртебе. Мен және басқалар. Мен бейнесі адамның өз-өзіне қабылдау мен бағалау. Мен бейнесі тұлғаның қарым-қатынаста өзін қалай ұстайтынын анықтайды. Егер адам өзіне сенімді болса, ол басқалармен ашық әрі еркін сөйлеседі. Мен және басқалар арасында байланыс: адам басқаларды көбіне өзінің ішкі күтілімдері мен тәжірибесі арқылы бағалайды. Мен басқалар туралы не ойласам, басқалар да мен туралы солай ойлайды деген түсінік рефлексияға негізделген. Өзгені түсіну өзіңді түсінуден басталады. Тиімді өзара түсініктер үшін: бірінші, өз эмоцияларыңды тану және бақылау. Басқаларды тыңдау қабілеті. Эмпатия және төзімділік. Ашық әрі нақты коммуникация. Бағалаудан көрі түсінуге ұмтылу. Негізгі ойлар: перцепция, әлеуметтік танымның өзегі. Адам өзегінің тану арқылы қоғамды және өзін жақсы түсінеді. Перцептивті механизмдер: идентификация, эмпатия, рефлексия.
каузалды атрибуция, стереотизация бұл өзара түсініктің қалыптастыратын негізгі психологиялық құралдар. Үшінші, қарым-қатынас кеңістігі тек физикалық арақашықтық емес, сонымен қатар эмоциялық және рухани жақындық. Қарым-қатынастың сәті болуы осы үш кеңістіктің үйлесімділігіне байланысты. Төртінші, мен және басқалар арасындағы байланыс өз өзіңді қалай қабылдайтыныңа және өзгелерге деген ішкі қатынасыңа тәуелді. Өзін құрметтейтін адам ғана басқаларды құрметтей алады деген тұжырым. Қорытынды түйін, қарым-қатынастың перцептивті жағы адамның танудың, түсінудің және үйлесімді өмір сүрудің негізі. Өзгені шын түсіне білу, өзіңді терең танудың айғағы деп тұжырымдаймыз. Назарларыңызға рахмет. Білім алушылар, осымен сабақ тамамдады. Сау болыңыздар.